Сенің көңіл-күйі қалай екен? Жақсы. Өте күшті. Өте күшті дейді. Кеше бірақ жұпты қара қатынас тоқтап қалды сенің. Бүгін Расулдың өзі жоқ. Сөйлестіңіздер ма? Сөйлеспедіңіздер. Жаңа таныстыққа дайын емес, әсем әлі кеше айтты, иә? Дайын екен. Дайын екен. Иә, бүгін айтамын керекте. Иә, міндетті түрде эфирді көріңіздер, эфирде дайын ба, бәрін бірге білеміз. Экс жігітімен сөйлесіп қалды, кездесті деп жатыр, оны да бірге білетін боламыз, иә? Мүмкін енді ол кісі бізге бөтен жан емес қой, келіп өзі түсіндіріп айта ма, барлығын немесе келмей ма, бәрін бірге білеміз. 7 майдағы сыйлық беріп көргенсіз бе жігітке? Көрдіңіз ба? Иә. Кімге бердіңіз? Білесіз, ол жүрген жігіттің Ақтөбеде. Солай. Бүгін сұрақ қойып жатырмын. Майка киетін қыздарға, Сізді мазақ қылып отырмын. сізді майка киетін қыздарға Қалай шыдап тұрсыз? және сұрақ, әсемге төбелесетін жігіттер қатты ұнайды дейді. Төбелесетін жігіттер. Сұрақтың жауабын алдық. Рахмет. Миру ханым деп келеді ғой, Әділет. Әсем ханым деп сұрақ қойып отыр. Барлығына қайырлы кеш, қалайсыздар, эфирден шығып жатырмыз. Әрине енді эфирде болған ситуация әркімнің шындығы өзінде. Енді өткені мен дайректім деген кәдімгідей шулап жатыр да, көптеген қарғыстар келіп жатыр, көптеген комментарий жазылып жатыр. Дайректім деген сен мындайсың, сен өтірікшісің дегенде сообщениелер келіп жатыр. Жарайды, оған мән бермейміз, бірақ та әркімнің өзінің шындығы бар деп тағы да айтқым келіп тұр. Бұл нәрсе мүмкін уақыт өте келе расталатын шығар. Бәрін уақыт көрсетеді. Жай ғана просто қарылап жатқан жандарға, жамандап жатқандарға, қарғыстап жатқандарға рахмет, қарғыстағандарың үшін. Не айтамын басқа. Уақытымен бәрі ашылатын нәрсе деп ойлаймын. Уақыттың еншісіне қалдырдым ба.